Б сыныбында оқимын. Мен Жеңісбек Сұлтанбекұлы, сынып жетекшім Мұзатова Раушан Асылханқызы. Достар, мен сендерге ауа туралы әңгімелеп беремін. Ауаның түсі жоқ, ауаның иісі жоқ, көзге көрінбейді. Ауаны істеу үшін тәжірибе жасау үшін ол үшін бізге стакан, түтікше керек. Түтікшені алып, суға батырамыз, содан кейін соны үрлейміз. Енді екінші тәжірибе. Не пайда болды? Достарым, қараңдаршы, не пайда болды? Я көп ісіктер. Енді бұл біздің ісіміздегі ауа. Енді санмен тәжірибе жасаймыз. Заты алып үрлейміз. Садың аузын жіберсек, ауа шығып кетеді. Енді сыныптың ішінде ауа бар ма, жоқ па, соны тексеріп көрейік. Ол үшін бізге желпуіш қажет. Желпуішті алып, ақырын бетімізге желпейміз. Ақыры жел ескенде болады. Бұл сыныптың ішіндегі ауа. Балақайлар, міне. Бүгін біз ауа туралы білдік. Білдік. Адамдарға, жануарларға, табиғатқа